Сәлематсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Сіздерге герань гүлі туралы көрсеткім келіп тұр. Герань гүлі мен плейлистімда бар. Тұқымнан еккен герань деп былтыр, ұмытпасам, былтыр сияқты сол егіп көрсеттім. Содан жайлап өсті. Оны пикировка жасап, егіп. Енді смесь окрасок деп тұр ғой. Сол үшін, міне, сол цветтерін көрсетейін деп тұрмын. Мынандай болып гүл атып жатыр. Так, біреуі өте әдемі, осы биыл беріп жатырғаны қып-қызыл алы әдеміді. Осы, сосын мына гүл әлі атқан жоқ. Так, мына герань. Так, мынау атқан жоқ әлі. Так, мынау да атқан жоқ, егіп қойдым. Так, мынау персиковый ма, сондай цвет, сосын мынау қызыл. Тоже қып-қызыл, бұл енді гүл деп жатыр, ажаны да шығып кеткен гүлі. Ой, міне қандай шапка болып гүл атып тұр, әдемі. Мынау персикта да тоже атып тұр. Екі жерден, так, мына жерде бутон бар, мына жанда да бутон бар. Бутондар беріп, гераньдарым қазір жақсы гүлдеп жатыр. Енді гераньның ұқыты интернетте көп қарасаңыз, өте жақсы гүл, иісі де күшті. Қараңыздар, қандай әдемі түсі. Мынау қызыл. Так, мынау вообще басқаша. Енді камера жеткізе алмайтын болар. Цветін өте әдемі. Керім. Уақытында су құю, уақытында удобрение беру. Шылқытып су құя берудің қажеті жоқ. Жарық жер болды, басқа ештеңе керек емес гүлге. Мына гүлді білесіздер. Гипестас деген тұқымнан ектім, сіздерге көрсеттім бұны. Гипестас деген гүл. Былтыр еккен гүлім. Жайлы өсіп жатыр. Бұны да пересадка жасап қойдым. Гипестас. Бұл да жақсы жапырағы. Әдемі. Пересадка жасап қойдым. Так, тағы не гүл бар көрсететін. Бұл да менің плейлистімде бар. Пеларгония королевская деген гүл атқан жоқ әлі. Бірақ ештеңе көрінбейді, бірақ зеленый массы беріп жатыр. Бұны сіздермен бірге черенковать етіп, тамырландырдық қой, егіп. Бұл осы королевский пеларгониям, бірақ әлі гүлдеген жоқ. Астынан суарып жатырмын. Мынау берескілет деген гүл. Берескілет негізі сыртта өседі, алдында көрсеткен жоқпын бекен, осы плейлистімде бар сияқты. Берескілет. Үйде тұр пока. Сыртқа шығаруға қорқып тұрмын, өліп қала ма деп. Қараңыздар қандай геранның гүлдеуі. Сау, саламатта болыңыздар, заман тыныш болсын. Гүлдеріңіз гүлдей берсін, амандық болсын. Аман есен қыстан шығып, көктемге жетіп, жазға қарай кетіп бара жатырмыз. Мықты денсаулық бәріңізге. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.